Жұрттың бәрі жасап жатқан клубника в шоколадені мен де әйелден қалмай жасап көрейін деп шештім. Енді ең бірінші тазалап жуып аламыз. Одан кейін қаз-қатар осылай қойып суын кептіріп аламыз. Онда да кеппесе салфеткамен қолымызбен штуктап сүртіп шығамыз. Су қалмау керек ешқандай. Клубникаларым дайын болып қалды. Енді темір тостағымызға калибот шоколадты салып, где-то 20% алып қаламыз. Өйткені қазір ерген шоколадқа араластыруымыз керек болады. Енді осы тұрған шоколадты қазір қайнап тұрған шайнектің үстіне қойып буға ертіп аламыз. Шоколад ергеннен кейін жаңа алып қалған шоколадты қосып, араластырып бірге ертеміз. Сұйықтығы кішкене осыдан қоюлауы керек. Енді клубникамызды дайын болған шоколадқа малып алып, печенье пісіретін қағаз бар ғой, соны төсеп алып, соның үстіне қаз-қатар тізіп қоясыздар. Дайын болып қалды. Егер де шоколадтың температурасы дұрыс болмаса, осылай ұзақ кебеді екен. Ұзақ кепкен соң біздің балалар шыдамай, сәл кішкене кепкеннен кейін уже жеп бастады. Ал бәрімізге ас болсын. Лайк басып қолдап кетіңіздер.